Бүгінгі күні біз міне өте бір жаңа курсқа, семинарға жиналып отырмыз. Шығыс Қазақстан облысының мектеп басшылары. Бұның себебі қазір жалпы мектепті дамыту үшін ең бірінші ол мектептегі басқаруға, яғни менеджментті ұйымдастыруға байланысты. Өте бір жаңа, өте бір біз үшін жаңалық, жаңадан жаңағы курсқа, семинарға жиналып отырмыз. Бұл компьютерлік оқыту симуляторы деп аталады. Бүгін міне педагогика шеберлік орталығының ұйымдастыруымен өте жақсы симулятор мектептің басқару ойыны ұйымдастырып жатыр. Бізге өте ұнады. Мына ойынның ішінде бізде көптеген білмейтін мына әсіресе ата-аналармен, оқушылармен және мектепті ары қарай дамытудағы әртүрлі ішінде дайын материалдар бар. Ойыннан көптеген маған керекті мағлұматтар алдым. Мектепті қалай қоюға болады, қай моделін құруға болады. Онда жәнеге мына педагогтарды, ата-аналарды және оқушыларды қалай ұйымдастыруға болады. Сондай өте жақсы құрылған бүгінгі ойын екен. Не секрет, что администрация школы 24/7, 365 дней в году находится в состоянии принятия решений. Школа – это живой организм, который требует постоянного к себе внимания. И сегодня мы познакомились с таким приложением, с таким ресурсом, который может помочь администрации школы, директору школы в принятии правильных решений. Данное приложение может заменить длительные курсы менеджмента для администрации школы.